Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында жылқы неге түске кіреді? Түс жоруды бастамас бұрын ең алдымен каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсінде ақ боз атты атқа отыру жақсы белгі. Бірінші кезекте бұл түс сізге достық қарым-қатынастардың беріктігін және ойы бір таныстарыңызбен кездесудің көп қуаныш әкелетіндігін жеткізеді. Егер де жылқы малы лас, кір болатын болса, өзіңіз сенетін адамдардың сатқындығына қаласыз. Баран жылқыда шапсаңыз, ұзақ уақыт бойы істеріңізде алға басып, бір мезетте олардың пайдасыздығына көз жеткізетін боласыз. Құлагердің шабысын көру кенеттен нашар жаққа ауысатын оң жағдайлардың болатын хабарлайды. Бұл түс үстірттің қызығушылықтарды да алдын ала хабарлауы мүмкін. Дақтары бар жылқыларды көру жұмыстан алдын ала көретін пайдаларды білдіреді. Торы айғырдың үстінде шабу тілектеріңіздің қанағаттандырылуына және алға басуға, бұл түс көрген әйел мезісін қашырған жігіттің бетін қорықпай қайтара беруіне болады. Ал өзін алдағы уақытта материалды табыс күтіп тұр. Жылқының қашып жабайы үйірге қосылуын көру сізді біреудің сырқаты туралы хабар күтіп тұр. Негізі керемет аттарды көру дәулет пен жетістікті білдіреді. Түсіңізде мөлдір бұлақты жылқының үстінде шалып өтсеңіз сәттілік серігіңізге айналады. Бірақ бұлақтың суы қара болса, бақытыңызға сыза түседі. Жылқының арқасында таза көлді жүзіп өту армандардың орындалуы мен пайданың түсуіне. Жараланған немесе өлі жылқы қайғылы жайттарды білдіреді. Долы жылқының үстінде шабу сәттілікке жетер алдында кезігетін қиындықтарды білдіреді. Егер жылқы сізді құлататын немесе арқадан қатты тебетін болса, тағдыр сынақтарыңызды бақталастарыңыздың келбетінде жіберуі мүмкін, немесе сіз науқасқа шалдығасыз. Атты жүгендеп өз еркіңізге көндірсеңіз, өмірде оңтайлы өзгерістердің болатынын білдіреді. Түсіңізде жақсы тағыланған жылқыға сүйенсеңіз, жақын арада қиялыңызға кірмеген жетістікке қол жеткізесіз. Әйел адам үшін бұл түс өмір бойы адал досты кезіктіретінін білдіреді. Бәйгеге қатысу дәулеттің өмірдің хабаршысы. Өз атыңызды өзіңіздің тағаласаңыз, мүлікке күмәнді жолмен жетесіз. Үйретілмеген жылқының үстінде шабандоздай шапсаңыз, қиын шайқаста дәулет пен ыңғайлы жағдайға қол жеткізесіз. Бұл түс сенімді достардың көмегін де білдіруі ықтимал. Әйелдердің арасында ат үстінде шабу болашақ тілектеріңізді түсінбеушілік пен тәуелділігіңізді білдіреді. Жылқының өзінің біреудің тазалап жатқанын көру өмірде лайықты орын тауып құрметке жету үшін көп азап көретіндігіңізді хабарлайды. Кәсіпкерлер, шаруалар және әдебиетшілер үшін жылқының жалы мен құйрығын өздері безендіріп жатқан түс оңтайлы болып саналады. Ат үстінде жіңішке жол арқылы биік тауға көтерілсеңіз, қоғамда өте мықты орынға ие боласыз. Егер де атыңыз шыдамай, таудың шыңына шығу үшін қалған жолды жаяу өтсеңіз, сіздің қоғамдағы беделді орныңыз сізге үлкен күш-жігермен келетін болады. Арбаға жегілген жылқылар бақытқа жетер жолдағы қиындықтар мен сынақтарға. Егер қыз бала өзін қара аттың үстінде шабандоз ретінде көрсе, арманына жетуге кездейсоқ жағдайдың көмектесетінін, сонымен қатар дана адамдармен сөйлесетінін білдіреді. Дөңнің үстінен ат үстінде түсу сәтсіздіктерге. Сүйіктісінің өзінің артынан аттың үстінде келе жатқанын көру қыз бала үшін ғашық жігіттердің көп болуын меңзейді. Достар, осыменен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, комментария қалдырыңыздар. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.